Oslo'yu. Ana bravo. Quvonchli. Tasman 3 milyon tengelik keptir. Егер бір сат деп айтса қаншаға сатасыз бұны? Бұның өзі бағасы $10,000 ұяқ қояды. Ассалаумағалейкум, армысыздар қазақ елі, баптаудан қол үзбеген құсшы қауым және кептер сүйер жамағат. Алдарыңызда Түркістан қаласы Версал мейрамханасы 13 қараша 2021 жыл. Аталмыш іс-шараны түсіруге, сіздер үшін қызмет жасауға мен осы жерге табан тіреп отырмын. Бұл қандай іс-шара десеңіздер, республикалық көлемде ұйымдастырып жатқан кептерлер жәрмеңкесі. Бұл жәрмеңкеде республикамыздың түкпір-түкпір өлкелерінен келіп жатқан құс бағатын ағайындарымыз табан тіреп жатыр. Керек десеңіз, көрші мемлекеттерден де келген құс бағатын ағайындарымыз да жоқ емес. Әрине қуанатын жағдай, көрермендер, осы бір құсты бақ-баптау еріккендердің ермек емес екендігі баршамызға мәлім. Олай болса, бүгін міне республикалық көлемде ұйымдастырып жатқан құстар жәрмеңкесінде, кептерлер жәрмеңкесін түсіруге, сіздер үшін қызмет жасауға бел буып отырмын. Видео әзірлейміз. Біздің видео көріп лайк басып отырыңыздар. Біз видеомыз бастамас бұрын осы жәрмеңкенің басқасында жүріп ұйымдастырып жүрген Әлшер ағамызға сөз кезегін берсек. Және сөзін тыңдап болғаннан кейін барлығымыз біріккен күйде осы бүгінгі жәрмеңке қалай өтіп жатыр және жәрмеңкеге келген кептерлердің түрлері мен олардың бағасы жөнінде біршама шолу жасайтын боламыз. Назарларыңыз бізде болсын, жәрмеңкені бірге аралайық ағайындар. Құрметті көрермендер, біз видео барысында Әлшер ағамызға сөз кезегін беріп, көрсетілімізді бастаймыз деген болатынбыз. Өкінішке орай, сөйлеген сөздері бейне барысында қателіктер орын алып, таспаға басылмай қалғандығын сіздерден алдын ала кешірім сұрап айтқымыз келіп отыр. Дегенмен осы жәрмеңкенің ұйымдастырып басқасында жүрген қаламыздың белсенді азаматтары Әлшер және Оспан ағаларымызға үлкен алғыс білдірсек, артық айтпағандығымыз болар. Осындай әртүрлі елге, игі, күн астында ұрпаққа көлеңке болатын іс-шараларды қалта қарсысынан ұйымдастырып жүрген ағаларымызға мың алғыс айта отырып, біз бүгінгі түсірілімізді бастаймыз. Мына көрсін телевидение. Тұқымы қандай бұның? Бұл қара майла дейді, қара майла, двухчубый. Бағасы қанша? Өстігішіне. 150 мың тұрады. 150 мың теңге тұрады. 150 мың теңге тұрады. Данасы ма, қармен? Данасы. Данасы 150 мың теңге тұрады. Данасы 150 мың теңге тұрады. Басқа құстардан ерекшелігі қандай? Ерекшелігі бұның тұмсығы, қалың, чубтары бар, двухчубый. Аяқ қолдары мына көрдің ба, түн жақсы. Свет мас, өзін ореховый деген. Рәсмері үлкен. Майла. Бағасы 150 мың, Бағасы 150 мың. Мына сауда болып жатыр, мына балалар. Қаншаға сұрап отыр? Қаншаға сұрап отыр? 100 мыңға сұрап отыр. Есі бермей жатыр ғой. Мына жолсызда тоже 100 сұрап отыр, 50 беріп отыр, бермей отыр. 150 мың теңге бұл рай, 100 мың теңге. 100 мың теңге. 50 беріп отыр. Қойдан қымбат, емді аз ей. 100 мың теңге, 50 мыңға сұрап отыр. Что ты? Один раз купили, что? Раз продать, что, отдай, можно? Продам, бери. Давай, ал, береке, бақ. Молодец, сауда болып, братан. Қанша қалдыңыздар? Бинго! Бұйырсын ке барайық.
50 мың теңгеге 150 мың теңге. Шалқар құсы кептері сыңарымен екен. Бағасы нешеде бар сыңарымен? 100 мың теңгеге бағаланды. Бармен. Данасы 100 мың теңгеден дейді. Сколько стоит? 50 тысяч. 50 тысяч. Порода какой порода? Чукай. Мінеке 50 мың теңге тұрады. Көрерменде мына бір ерекше құстың кептерінің куәсі болайық. Мынау жүндері арық-мақыр шаштараздан шыққан секілді. Негізі иесіне сұрасақ, Кучерявый дейді бұл. иә, тұқымы қандай? Кучерявый па? Кучерявый дейсіз ба? Иә. Кучерявый тұқымды кептер. Бағасы нешеде бар? 40 мың теңге, данасы, иә? Бар, иә. Қармен бар. Мінеке сыңарымен 40 мың теңге бағаланды. Ерекшелігі жүндерінде көріп отырсыздар, бұйраланған, бұйра шаш. Гүл дейді ғой, Сондай пород бұл. тұқымы сондай. Сондай пород. Ал мынау Якобинец деген. якобинсіз бе? Басында мехі бар сияқты, дубленка киіп алған. Әйел сияқты елестетеді деген. Оны қаншада бар? Пары 30. Пары 30 мың теңге. Ал мынау Мынау Бухарский деген. Бухарский? Бұл қаншада бар? Ол да пары 30. Сыңарымен 30 мың теңге. Декоративный. Жақсы, ерекше екен көрінісі. Басқаша. Бәрсін. Мынау аяғының қанаты бар? Жақсы. Bunlar ерекше. Бұның ерекшелігі сол көрінісінде ма, немесе ұшуында ма? Көрінісінде бұл выставка сеткіші жүретін кептері бар. Декоративный кептер. Декоративный кептер. Декоративный кептерлер, иә. Сеткішінде әдемілікке жүретін декларация. Сұлулық сән үшін бағалатын кептерлер екен. Иә, сол. Жақсы, рахмет, сауданыз болсын. Қай болды? Ақ кептерлер. Мынаның пародасы мен бағасын айтып жібересіз ба? Бағасы жоғарыда. Қарай әртүрлі. Мына бірінші, екінші, үшінші. 30 мың теңге, 30 мың теңге, 50 мың, 40 мың теңге. Мінеки бағалары көріністеріне және ұшқан қарқындарының ерекшеліктеріне байланысты бағаланып жатыр. Мына астындағы, мына голубка дейсің ба астындағысы? Пародасы қандай астындағысын? Пародасы белый ғой. Белый. Өзбекстандық белый, ақ. Бұның бағасы? Ол 100 мың. 100 мың теңгеге бағаланып тұр. Мына екіншісі? Ол 120 мың. 120 мың теңгеге бағаланып тұр. Мына бір ерекше тұмсықты кептерлер. Тұмсығында меңі бар кептерлер екен. Бұлар да ерекше көрініс. Бағасы нешеде бар? Көрсетуге ғой, көрсетуге сатылмайды екен мына кептерлер. Бірақ не дейді бағасы? Неге қаншаға бағаланды? Бағасы Криша деген лақабаттағы жігіттің құстары, кептерлері тек бүгінгі жәрмеңкеге көрсетуге әкелінген. Бұл кісі жанында жоқ, жанында жолдасы бар екен. Дегенмен бұл құстың түрлері, тұқымы қандай екендігін білсеңіздер, пікір алаңына жазып қалдырыңыздар. Келесі кептерлер. Бағасы әртүрлі ғой? Қанша теңгеден қанша теңгеге дейін? 50-30 10 мыңнан 50 мыңға дейін кептерлер. Түрлері әртүрлі. Сендерді ма? Мама сендерді? Сатып атсыңдар ма? Нешеге? Нешеге сатасыңдар?
Ау? Мына ақ қанша? Ақ бар, мынау 2000 ба? Мынау Мынау ақ 2000 теңге дейсің ба? Пародасы қандай тұқымы? Білмейсің ба? Қайсысы жа қымбаты қайсысы? Мынау үшеуі 15 мың дейсің ба? Үшеуі 15 мың теңге дедім. Оның пародасы қандай пародасы? Пародасын білмейсің ба? Бүгінгі жәрмеңкеге келген тағы кептерлердің түрлері тек көрсетіліп келген екен. Сенікі қайсысы, мынау ма? Неше деп отырсың бұлар? есі келеді ғой. Есі сен емес па? Бағасын білесің ба? Бағасын білмейді екен. Дада, қанша? Ben hazır şey vereyim. Сатылды ма? Нешеге? 5 мыңға бердім екеуін. Екеуін ба? Сыңарымен 5 мың теңгеге. Сыңарымен 5 мың. Бүйірсін алушы адам. Иә, мал. Сатуға берекесін берсін. Мына. Egilirge Renat. Var. Көбейте беріңіз көке міне. Amin. Var, urgaçlar mı erkekler var? Ama Atin urgaç mı? Qancha so'rayapsiz o'sha 4 yil? 4 yönü 60. Var urgaçlar. 60'ı kessek bo'lmaymi? Qancha 60 deydi? 20 bersang bor deb turdik ku. Sizchim 60 deydi. Bugün oslayda makka turdi işte. Men o'pib juraman. Okumasam yaman bo'lmas. O'pibda juraman men. Ana jekini o'pibda satib yursin. 60 iş. Da normal. Помидор нужно. Келесі кептердің де көрінісі ерекше. Бүгінгі жәрмеңкеге көрсетуге арнайы алып келген кептерлер. Мына біріншісі қандай? Қарабас кептер екен. Екіншісі калкар. Негізі бағасы қанша тұрады? 50-60 мың теңге көлемінде. 50-60 мың. Келесі тордағы кептерлер. Бұны қандай тұқымы? Белый ширак. Ширак. Бәрі орысша ағылшынша екен. Қазақша жоқ. Бұнда көріністері басқа кептерлерге қарағанда ерекшеліктері бар. Бұлардың базардағы бағасы қанша болады? Ол да сол 50-60 мың теңгеге сатылып жатқан кептерлер. Дегенмен бұл бүгінгі жәрмеңкеге көру үшін алып келінген кептерлердің түрлері. Мынау келесі ерекше кептер. Белый духшуя. Бұның мойнында ерекшеліктері бар екен. Бұның да бағасы сол жоба ма? Стандарт ұрвасындар ма? 50-60. Бұның ерекшеліктері, басқа кептерлердің ерекшеліктері қандай? Мысалы, мына белый духшуйдің арзан түрлері де бар да, бұна қымбат тұр екен. Ал екеуінің айырмасы қандай? Ананың нелері тұрғаны чөпкелерше басындағы бар. Ойындағы
жүндерінде, көріністерінде ғой жалпы. Ұшуында ше ерекшеліктер бар ма? Қатшада жүре береді олар. Жоқ, жаңа арзан кептерлерден айырмашылығын айтамын да бұлардың. Арзанда ұшырса кешкесін жүре береді. Мыналар бар. Ұшуында да ерекшеліктер бар. Бұл кептерлерде ерекшеліктер бар. Ерекшеліктері мына көріністерінде дейді. Аяқтарында жүндері бар, жайылған қанатты. Және мойындарында, түрлерінде, түстерінде. Бұның тұқымы қандай? Сизи дейміз. Пары бар ма? Uzbekskiy udy. Ko'k udy. Oda pari var mı bunun sizin? Qanday? Udy tasman 2-3 palgasi var. 3 milyon tengelik kepter. Biri 3 milyon var, iki mi? Qaysi ағымы бер жағында ма? Бер жағында, 3 milyon tengelik kepter. Nesi metin var bu? Sizi yok ondan. Telsiz olsun diye sizi tavamayız. Olsun da par. Par tavamayız. Bizden al verilmiş mi? Ondan al verilmiş mi? Şu var. Маш бирок фото түсіріп алсақ бола ма? Болады смело. Көрмеге әкелінген ғой, сатылмайды ғой. Көрмеге келген сатылмайды ешқайсы. Көрмеге келген құстар көрмеде орын алған құстардың бірі. Қаз. Мінекей адамдар жиналып суретке түсіріп жатыр. Чалкар бір қоя? Бір, чалкар. Телефонмен бір, гүлбадам екі. Жоқ қоған, нұрлан. Қайсы болып чемпион? Гүлсарық. Гүлсарық, 3000-ға сатып алған. Басында кірген кезде чемпион болады. Қай жақта кім? Мына бір көліктің ішінде осы құстарға, кептелерге арналған торлар, әртүрлі бұйымдар, заттар сатылып жатыр. Бүгінгі жәрмеңкеге келген жамағаттың барлығы осының айналасында өзіне керекті құралдарын, құрал-жабдықтарын сатып алу үстінде. Дән жейтін, тамақтанатын құрылғылар, торлар, және желіден жасалған ұяшықтар кептерге арналған. Бүгінгі жәрмеңкеде бірінші орын иеленген мына кептер түрі және иесі. Фамилияңыз қандай? Бөлеген Нұрлан. Кептердің аты қандай? Гүлсары. Қандай? Гүлсары. Гүлсары ма? Жасы қаншада? 2 жылдық. Енді егер бір сат деп айтса қаншаға сатасыз бұны? Бұның өзі бағасы $10,000 ұяқ қояға болады. Ай, бәрекелді. Сондай да жазсақ бола ма? Қалай? $10,000-ға бағаланған мына кептер. Бүгінгі шараға, бүгінгі жәрмеңкеден орын алып жатқан. Ал, мынау екінші кептер ше мынау? Осы қызылдан, цветтен бірінші орын. Ал, бұл цветімен бола ма бұл? Жоқ, бұл общий бәрінің. Жалпы бірінші орын алған, мынау түс арқылы бірінші орын алған. Қызыл цветтен бірінші орын алған. қанша цвет болады өзі? Ақ, қызыл? Көп. 5-6 цвет бар. Бұл қызыл цветтен ба? Сіз қай жерден? Шымкенттен. Есіміңіз? Жандос. Есім? Бөлегенов Нұрлан. Гүлсар. Чемпион. 2021 чемпион выставки.
Çolak Korgan. Ha, kutlu olsun. Kutlu olsun. Keptirdi de ıslap görmüş. Nurlan. Kara kısmet. Ertayev Kerimхан. Assalamualaikum. Men Алматыдан келдім. Малтуел Ержан есімім. Сол кішкентай кезден балапан кептер ұстаймыз, сол біздің хобби ғой. Осы міне Түркістан қаласы деген күшті выставка жасады кептерін, сол организаторларға бәріне үлкен рахмет. Бізге той ғой, одним словом, той болды, сол мықты болды. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мына бүгін Түркістанның шақыруымен көгершілер клубына көрмесіне келіп жатыр. Аллаға шүкір, мына былтырдан бері карантин болып, көрмелер өткізілмей қалды бүкіл республика бойынша. Бісмілләсін Түркістан Шымкент облысы жасап жатыр. Шақырып, қонақ қып, соған келіп жатыр. Аллаға шүкір. Бәрі жақсы деңгейде өтіп жатыр. Ұйымдастырған жігіттерге мынаны ұйымдастырып, бәрін іс-шараның барлығы дұрыс, барлығы жақсы болып жатыр. Көрермендер, жәрмеңкенің соңына да келіп жеттік. Жәрмеңкенің соңында ұйымдастыру алқалары алыстан келген ағайындар үшін дастархан әзірлеп жатыр. Қазір сол келген ағайындар түскі асты ішу үстінде. Міне көрермендер, біз бүгінгі өз жұмысымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенде сау саламатта болыңыздар. Әрқашанда еліміз аман, халқымыз тыныш болсын.